Мынандай жагдай болот. Мисалы, менде эки уулум бар. Бирөөү 5-те, бирөөү 2-де. И эки уулу болгондон кийин экөө бири бири менен кырылат. Ол нормальный нерсе, бааринде ол болот. Уулдар болсун, кыздар болсун бири бири менен урушсат, төбөлөшөт. Биз энди ата ана иретинде биз көп эмне istейбиз? По умолчанию биз кичкентайды жактайбыз. Кичкентай эмне истесе, сонуку дурус деп үлкен баланы кейде урушабыз. Сеники дурус эмес, сен оған ойыншығыңды бер, сен оны жылатпа деп көп айтабыз. Енді біз кішкентай әлсіз болғаннан кейін біз соны жақтауға тырысамыз. Бірақ осындай жағдайларда әділетті болу өте маңызды. Әділетті болу деген скорее всего кішкентайды емес үлкенді жақтау деген сөз. Неге? Потому что үлкен енді ақылдырақ қой, ақылдырақ, ол ситуацияны жақсырақ түсінеді, ол өзінің ойыншығы екенін біледі. Кішкентай дұрыс түсінбеуі мүмкін. Сол үшін үлкенді скорее всего жақтау. Кейде біз кішкентайды жылатпау үшін соны жақтаймыз. И үлкен балаға әділетсіз боламыз. Әділетсіздік жасалған үшін үлкен бала әділетсіз бола бастайды. Неге? Потому что ол қанша әділетті болса да, ол дұрыс нәрсе істесе де, ол өтірік айтпай, жақсы болса да, біз бәрібір кішкентайды бақылаймыз, кішкентайды жақтаймыз. И оның әділетті болғанын бағаламаймыз деп түсінеді. Мәні болмайды да, ол үшін зачем дейді да, онда мен не үшін әділетті болам, бәрібір мені жақтамайтын болса, бәрібір маған әділетсіз болып, кішкентай інімді жақтайтын болса, мен онда не үшін әділетті болам дейді. И ол әділетсіздік жасай бастайды. Сол үшін әділетті болу өте маңызды. Енді ситуацияға қарай бұл өзгеруі мүмкін, бірақ әділетті болу, бостан босқа кішкентайды постоянно жақтай беру үлкен балаға қатты әсер етеді. И ол әділетсіздікті норма деп қабылдауы мүмкін.